Қайырлы күн. Бүгін біз әдеттегідей ұбт тапсырмасын талқылайтын боламыз. Бірақ бүгін біз теориялық сұрақты талдаймыз. Нанотехнология тарауы бойынша келген нағыз ұбт-дағы сұрақ. Сұрағымызға назар аударайық. Нанобөлшектер алудың төменнен жоғары және жоғарыдан төмен әдістеріне сәйкес реакцияларды белгіле. Яғни сәйкестендіруіміз керек, реакциялардың ішінен таңдап дұрыс жауабын белгілеуіміз қажет. Алдымен кішкене ақпарат бере кетейін. Нанобөлшектер дегеніміз не? Нанобөлшектер дегеніміз өлшемі 10⁻⁹ дәрежесі метр болатын бөлшек. Яғни 1 нанометр тең болады 10⁻⁹ дәрежесіндегі метр. Метрдің миллиардтан бір бөлігі болып табылатын өлшем. Яғни ол атом, тіпті атомнан да кіші өлшемді болуы мүмкін екен. Енді неліктен нанотехнология соңғы кезде дамып жатыр? Не себепті ғалымдар нанобөлшектерге назар аударды деген сұраққа келетін болсақ, қалыпты өлшемді бөлшекке қарағанда нанобөлшек өлшемі кішкентай бөлшектің қосымша бір қасиеттері пайда болады екен. Қалыпты мөлшердегі бөлшекте ондай қасиет жоқ болуы мүмкін, ал нанобөлшек болғанда ол сондай бір қасиет ерекше пайда болады. Мысалы, алтынның коллоидты бөлшектерін алсақ болады. Ол жердегі алтынның өлшеміне байланысты, неше нанометр екеніне байланысты, олардың түсі әртүрлі болады екен. Көгілдір, жасыл, сары, қызыл, қызғылт сары, оранжевый. Яғни көрдіңіздер ме? Бір ғана алтын, бірақ бөлшектің мөлшері әртүрлі болып тұр. Нанобөлшектің мөлшері әртүрлі болып тұр. Соған байланысты түсте өзгеріп жатыр. Бұл бір ғана мысал. Сол сияқты түс қана емес, басқа да әр атомда әртүрлі бір қасиеттер пайда болады екен. Енді назарымызды мұнда аударайық қазір. Жаңа біз айттық, нанобөлшектер алудың екі әдісі бар дейді. Төменнен жоғары және жоғарыдан төмен дейді. Мынау біздің нанобөлшектеріміз ортада тұрған. Оларды екі түрлі жолмен алсақ болады екен. Төменнен жоғары әдісі бойынша алған кезде біз атомдардан қарап тұрмыз, атомдар топтасып кластерлер құрады, олардан нанобөлшектер пайда болды. Яғни кішкентай құрылым бірігіп үлкейіп нанобөлшекке айналды. Төменнен жоғары деген соны білдіріп тұр. Енді жоғарыдан төмен деген қалай ол? Ол керісінше. Мысалы, нанобөлшекті алу үшін біз өлшемі ірі бөлшекті ұсақтаймыз. Металдың ірі кесектері ұнтаққа айналады. Ұнтақ ары қарай неге айналады? Нанобөлшекке айналады. Яғни қорытындылап айтатын болсақ, төменнен жоғары әдісте біртіндеп іріленеді нанобөлшекке дейін, ал жоғарыдан төмен әдісінде керісінше ірі бөлшектер сақталып, ақыр аяғында нанобөлшектер алынады. Осы екі әдісті ұмытпаймыз. Енді осы екі әдістің өзіне сәйкес реакциялары бар. Енді мына кестеге назар аударайық. Оқулықта бұл 11-ші сынып 2-ші тарау нанотехнология тақырыбы бойынша бірнеше тақырып бар. Ол жерде сол жерде кесте берілген. Нанобөлшектерді алу әдістері дейді. Төменнен жоғары әдіс және жоғарыдан төменгі әдістер. Жаңа айтып өткеніміздей, төменнен жоғары әдісі кішкентай бөлшектердің, атомдардың бірігіп кластерлер ары қарай нанобөлшектер түзілуі. Оның өзінің бірнеше жолдары бар екен. Бірінші, газ фазасынан нанобөлшектерді тұндыру дейді. Оған жататын реакциялар міне. Метанның айырылуы, бізде нанобөлшек мысалы көмектегі болып тұр. Және литий азиді дейді. Литий мен азоттың қосылысы, ол жерде де
нано бөлшек литийді аламыз. Бұл жерде кішкене жоғары жақта түсіндірмесі беріліп кеткен физикалық жолмен алу, физикалық жолмен алған кезде затты буландырады, алынған буды жаңағы нано бөлшекті тұндыратын жерге апарып салқындатады, сол кезде сол жерде жиналады. Химиялық әдіс дегеніміз әрине химиялық реакцияның көмегімен жүргізіледі. Арнайы беттерде химиялық реакцияның нәтижесінде бөлінген атомдар және молекулалар адсорбцияланады. Осыған метан мен метиазидінің айырылу реакцияларын белгілесек болады. Бұл кестедегі барлық реакцияны есте сақтап алған дұрыс. Келесі мысал бізде кремний мен алюминийдің жану реакциялары дейді. Бұл реакциялардың нәтижесінде де біз нано бөлшектер ала алады екенбіз. Біздің алып отырған нано бөлшектеріміз мынау кремний 2, алюминий 2O3 нано бөлшектері. Бұл реакцияда әрине кремний 2 молекуласы, алюминий оксиді молекуласын көріп тұрмыз. Бұлар өздерінің қалыпты өлшемдері бойынша алғанда, олардың қасиеттері біз білетін қасиеттер. Ал олардың бөлшектерінің өлшемдерін нано бөлшекке жеткізген кезде, оларда қосымша қасиеттер пайда болады. Жаңа оны жоғарыда айттық. Бұлай қарағанда қарапайым реакциялар ғой деп ойлауларыңыз мүмкін. Бірақ барлық мәселе жаңағы бөлшектердің өлшемінде, өте кішкентай. Енді келесі бізде нано бөлшектердің коллоидтық ерітінділерде түзілуі дейді. Біз жаңа нано бөлшектердің газ фазасынан түзілуін айттық, енді коллоидты ерітінділерде түзілуі дейді. Мысалы қараңыздар, бұл жерде, бұл реакцияда біз титан 2 деген нано бөлшекті алып жатырмыз. Ол үшін титанның хлоридінің коллоидты ерітіндісін гидролизге ұшыратады. Сол кезде осы нано бөлшек түзіледі. Титан оксидінен басқа алтынға қатысты нано бөлшектерді де оның тұзының коллоидты ерітінділерінен алуға болады екен. Енді жоғарыдан төмен қарай деген әдіс. Стрелкамен көрсетіп қойдым, жоғарыдан төмен. Бұл жерде ірірек бөлшек сақталып нано бөлшек алынады. Оған қандай реакциялар жатады десе, біз міне темір хлоридінің ерітіндісін гидролизге ұшыратамыз. Міндетті түрде температура жоғары болу керек. Сол кезде реакция бізде қайтымсыз болады. Түзілген H-хлор газы енді ұшып кетеді, суда ерімейді. Сол кезде біз не аламыз? Темір оксидінің нано ұнтағын алады екенбіз. Келесі реакция жоғарыдан төмен әдісіне жататын, ол орта кремний қышқылының күрделі эфирінің гидролизі. Мынау күрделі эфир болып тұр. Гидролизі әрине ол сумен реакция, білесіздер. Нәтижесінде бізде кремний қышқылының гелі түзіледі екен. Осы реакцияларды естеріңізге сақтап алыңыздар. Жалпы нанотехнология бойынша бірнеше параграф бар. Сол тақырыптардың бәрімен танысып, ОБТ жақындағанда бір қайталап алған дұрыс. Қайда қолданылады бұл нано бөлшектер деген сұрақ. Қандай наноматериалдар білесіздер деп айтуы мүмкін. Енді қолданылуына келетін болсақ, көптеген салаларда қолданылады. Мысалы, биотехнологияда, медицинада, ауыл шаруашылығында, электрохимияда, оптикада қолданылады. Сол сияқты жартылай өткізгіштер жасауда қолданылады. Жаңа полиматериалдар жасауда қолданылады. Қандай маңызды наноматериалдарды білесіздер дейтін болса, біз жерге жазып қояйық. Полиэрен, графен туралы бөлек тақырып бар, толықта. Нанотрубкалар деп осыларды білуіміз керек, ең жоқ деген кезде. Қолданылуға қатысты
оқулықтан толығымен оқып алғандарыңыз жөн болады. Сабақ пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.